халқымыздың дүниетанымында қасиетті саналатын отбасы белгісін білдіретін киелі атау. Қазақ халқы жас жұбайларын отау отырып, шаңырақ көтеруіне ерекше мән берген. Ата-бабамыздан бүгінге жеткен шаңырақ көтеру дәстүрі әлі күнге дейін санамызда сақталып, әдет-ғұрыптарымызбен бірге жасап, жалғасын тауып келеді. Бұл күн елімізде жас ұрпақты отбасын қастерлеуге, үлкен шаңырақта қадірлей отырып, ұлтын, мемлекетін сүюге, отанын қорғауға жігерлендіретін рухтық ымға айналған Наурызнаманың атаулы күніне еніп отыр. Гүлдерем балабақша ұжымы қош келіп жатсыздар. Мынау Наурыз мерекесі кеше енді амал мерекеміз өтіп жатыр. Көрісу бұл қазақтың үлкен мерекесі. Мына енді алдымызда бұйыртса Наурыз мерекесі келеді. 22 Наурыз. Мерекеміз құтты болсын. Ал бұл енді мана айтып жатсыздар, шаңырақ жалпы қара шаңырақ жөнінде айтып жатсыздар. 17 Наурыз қара шаңырақ күні де белгіленген екен. Ал енді ол қара шаңырақ дейтін жалпы мына әулеттің, үлкен әулетті қара шаңырақ дейді. Үлкен әулет отырып қалғаннан кейін сол әулеттен әр бала өзі еншісін алып бөлек шығады. Үйдің несі көбіне кенже балаға атап қалады. Сол үйдің қара шаңырақтың иесі болып. Наурыз мейрамы құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Көрінген мына немерелеріміз, балдар шағамыз бәрі тек аман болсын деймін. Дендеріңіз саулық берсін. Арнап, мына құндыз қызымның бір күйі бар екен, соны тамашалап жүріңіздер. Жалпы ұлттық отбасылық құндылықтар мен кіршіксіз махаббат күніне айналады деуге болады.